Саламатсыздар ма оқушылар? 9 сынып алгебра оқулықтағы 4-1 есептің шығарылуын көрсетейін. Екі дөңгелектің радиустарының ұзындықтарының қосындысы 14 см, ал аудандарының айырымы 28 пи см квадрат. Дөңгелектің радиустарының ұзындықтарын тап дейді. Так, бірінші дөңгелек бізде радиусын R1 деп алсақ, және екінші дөңгелектің радиусын R2 деп алсақ, екі дөңгелектің радиустар ұзындықтарының қосындысы 14 см деген бірінші теңдеу. Енді олардың аудандарының айырымы 28 пи деп тұр. Енді бізде дөңгелектің аудан формуласы пи r квадрат. Мынау бізде дөңгелектің аудан формуласы. Енді орнына келіп қояйын. R1 қосылған R2 4 деп жаза тұрам. S1-дің орнына пи R1 квадрат деп жазам. Минус пи R2 квадрат тең 28 пи. Так, мына екі жағын пиға қысқартып жіберем. Сонда R1 қосылған R2 тең 14 пи жазып қоям. Мына сонда R1-дің квадраты азайтылған R2-ның квадраты тең 28 деген теңдеулер жүйесі шығады. Енді алмастыру тәсілі бойынша R1 тең 4 азайтылған R2. Осыны аламда мұндағы R1-дің орнына қоям. Сонда 14 минус R2-ның квадраты минус R2 квадрат тең 28 деген бір айнымалысы бар теңдеу шығады. Енді осы теңдеуді ары қарай шығарайық. Қысқаша көбейту формуласы бойынша ашамыз. 196 азайтылған 2 еселенген 2-ні көбейтсе 28 R2 плюс R2-ның квадраты. Мына қысқаша көбейту формуласы бойынша мынадай болып жазылды. Ары қарай минус R2-ның квадраты тең 28. Мыналар жойылып кетеді. Сонда минус 28 R2 тең 28-ден азайтам 196-ны. Сонда минус 28 R2 тең 28-ден 196-ны алып тастасам, минус 168 деген сан шығады. R2-ні табу үшін 168-ді 28-ге бөлсем, 6 деген сан шығады. Сонда R2 6-ға тең болса, R1-ді табу үшін 14-тен 6-ны алып тастаймын. Сонда 8-ге тең. Сонымен есептің жауабы дөңгелектің радиустарының ұзындығы R1 8, R2 6-ға тең болады екен. Келесі ары қарай. Осы 4-1 есептің екіншісін көрсетейін. X санының квадраттарының қосындысының мәні 202-ге, ал осы сандардың квадраттарының айырымы 40-ға тең. Енді бұл теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шығарған ыңғайлы. Мына екеуін қоссам 2x квадрат, y квадраттар жойылып кетеді. 202-ге 40 қоссам 242 деген сан шығады. Ары қарай x квадрат тең 242-ні 2-ге бөлсем 121. X-ті табу үшін 121-ден түбір табам. Сонда x бірінші, екінші тең плюс минус 11-ге тең болады. Келесі енді осыған сәйкес y-дің мәнін табу үшін y квадрат тең 202 азайтылған x квадрат. Орнына келіп қоям. Y квадрат 202 азайтылған x квадраттың мәні 121. Сонда y квадраттың мәні 81-ге тең. Сонда y бірінші, екінші плюс минус 9-ға тең 81-дің түбірі. Сонымен есептің жауабы 11-де 9 және минус 11-де 9-ға тең болады. Минус 9-ға тең болады. Қатынастары деген сөз, банаға бірінші сан мен екінші санда біреуін x, біреуін y деп аламыз. Сонда қатынастары 3-ке деген осылай жазам. Және квадраттарының қосындысының дейді. Квадраттарының қосындысының мәнінің осы сандардың қосындысының мәніне қатынасы. Қосындысының мәніне қатынасы 5-ке тең деген осылай болады. Ары қарай болады 3y пропорцияның қасиеті бойынша. Мына жерде x квадрат қосылған y квадрат тең 5-ті мына x қосылған y-ге көйтіп жіберем, сонда 5x қосылған 5y болады. Енді мына x-тердің орнына 3y-ті қоям. Сонда 3y-тің квадраты мына жерде плюс y квадрат тұра береді. Тең 5 көбейтілген x-тің орнына 3y қоям. Қосылған 5y тұра береді. Енді мынау бізде 9y квадрат плюс y квадрат. Мынау 15. 15y, мынау 5y. Мына екеуін қоссам 10y квадрат. Мына жаққа 20, мына жаққа минус 20y тең 0. Мынадан 10y жақсының сыртына шығарсам, жақсының ішінде y минус 2 тең 0. Y тең мына жерден 2-ге тең болады. Y-дің мәні бар, енді x-дің мәнін табу үшін мына жерге орнына келіп қоям. 3 көбейтілген 2 тең 6 болады. Сонымен есептің жауабы x-дің мәні 6-ға,
y-тің мәні 2-ге тең болады екен. Төртіншісі, цифрларының қосындысының мәнінен 4 есе артық және цифрлардың көбейтісінің мәнінен 16-ға артық екі таңбалы сан берілген. Осы сандарды тап дейді. Енді екі таңбалы санды x, y деп белгілейтін болсақ, немесе 10x қосылған y деп белгілейміз. Енді цифрлардың қосындысының мәнінен 4 есе артық және цифрлардың көбейтісінің мәнінен 16-ға артық екі таңбалы санды айтып тұр ғой. Сонда екі таңбалы сан 10x қосылған y, цифрлардың қосындысының мәнінен 4 есе артық десе былай болады. Енді цифрлардың көбейтісінің мәнінен 16-ға артық десе 10x қосылған y азайтылған көбейтіндісінің мәнінен 16-ға артық былай болады. Ары қарай 10x қосылған y тең 4-ті x қосылған y-ге көбейтіп жіберемін. Так, мына жерден 10x қосылған y минус xy минус 16 тең 0 деп жазып кетейін. Ары қарай мына жерден ықшамдайық. 10x қосылған y, мына 4-ті жақшының ішіне көбейтсем 4x плюс 4y болады. Так, мынаны пока сол күйінде жазып қоямын. Және мына үстіндегісін ықшамдайын. 4x-ті мына жаққа шығарсам, 10x-тен 4x-ті азайтам, тең 4y-тен y-ті азайтам. Сонда мына жерде 6x тең 3y болады. Екі жағын 3-ке бөліп жіберсем, сонда 2x тең y деген шығады. Осыны аламда, мындағы y-тердің орнына қойшағым. Мына y-ке, мына y-ке. Сонда 10x қосылған y-тің орнына 2x қоям, минус x тұра береді, y-тің орнына 2x қоям, минус 16 тең 0 деген теңдеу шығады. Бір айнымасы бар. 10x пен 2x-ті қоссам 12x болады, минус мына екеуін көбейтсем 2x квадрат минус 16 тең 0. Енді мына жерде ретімен жазып алайын. Минус 2x квадрат плюс 12x минус 16 тең 0. Екі жағын минус 2-ге бөліп жіберсем, сонда x квадрат минус 6x плюс 8 тең 0 деген теңдеу шығады. Енді бұны v теоремасымен шығарсақ, түбірлердің қосындысы 6-ға, көбейтіндісі 8-ге тең. Бұл дегеніміз 2 мен 4 болады. Енді осыған сәйкес y1, y2-ні табатын болсақ, 1, y2. Жай әкеліп қоям. 2-ні 2-ге өйтсем 4, 4-ті 2-ге өйтсем 8. Соны есептің жауабына жеріне. Жауабы. Бізде енді екі таңбалы сан деп тұр ғой, бұл x, y. X-тің мәні 2, y-тің мәні 4, 24. Бірінші сан 24. Екінші сан x-тің мәні 4, y-тің мәні 8, 48. Соны есептің жауабы 24 те 48 деген екі жауап шығады екен. Бесінші, цифрлардың қосындысының мәнінен 4 есе артық және цифрлардың көбейтісінің мәнінен 2 есе артық екі таңбалы сан берілген. Осы сандарды тағы да мына екі таңбалы санды x, y дейміз, немесе 10x қосылған y деп белгілейміз. Енді бірінші сөйлем бойынша цифрлардың қосындысының мәнінен 4 есе артық десе, бағанағыдай 10x қосылған y, x қосылған бөлген кезде 4 есе артық болу керек. Және цифрлардың көбейтіндісінің мәнінен 2 есе артық болды, сонда 10x қосылған y көбейтіндісінің мәнінен 2 есе артық. Сонда теңдеу ары қарай 10x қосылған y тең 4x қосылған y, келесі 10x қосылған y тең 2x y деп шығады. Ары қарай ықшамдайық. Бұл жерде 10x плюс y тең 4x плюс 4y болады. Мынаны ықшамдап алайын бірінші. 10x-тен 4x-ті азайтам, тең 4y-тен y-ті азайтам. Сонда мынау 6x тең 3y, дәл бағанағыдай 3-ге бөліп жіберсем, 2x тең y. Енді осыны аламда, мұндағы y-тердің орнына қоям, мұнда және мұнда қоям. Сонда 10x плюс y-тің орнына 2x қоям, тең 2x y-тің орнына 2x қоям. Сонда 12x минус мына жаққа 4x квадрат тең 0 деген теңдеу шығады. Осыдан 4x-ті жақсының сыртына шығарып жіберсем, жақшының ішінде 3 минус x тең 0. Мынау 0-ге тең, енді мына ішіндегісін 0-ге теңестірсек, x-тің мәні 3-ге тең болады екен. X 3-ге тең болса, y-тің мәні мына жерге келіп қойып, x-тің орнына 3 қоямын, сонда 6. Сонда жауап бізде екі таңбалы санның 36-ға тең болады екен.